Рейдерде атмосфера неғұрлым жаңа жылдық әрі сиқырлы болып кетті. Сарай алдындағы алаңға алдағы мерекенің басты атрибутын шыршаны орнатты. Оны безендіру аяқталып қалды, ал шыршаны дәстүрлі түрде жағу ертеңге, яғни 23 желтоқсанға жоспарланған. Рейдердің бас шыршасын алаңға орнатты. Қала тарихында алғаш рет жасанды шырша. Мереке қарсаңында ормандағы ұзақ жылдық шыршаны кеспеуге бел буған. Биыл қала орталығын биіктігі 20 метрлі конус сынды каркастық жасанды ағаш әсемдеп тұр. Жаңа жылдық сұлумен оның мерекелік қалпы қала қазынасына 20 миллион теңгеге түсті. Бас шыршаға жаңа әшекейлер бұйырған. Мерекелік безендіру қандай болатынын рейдерліктер жақын арадағы күндерде көре алатын болады. Өйткені жаңа жылдық сұлуды жақын арадағы тәулікте безендіруге уәде етуде. Жаңа жылдық шыршаның оттарын жағу 23 желтоқсанға жоспарланған. Рейдерде биыл 2 шырша безендіріледі. Жасандысы республика алаңында және жандысы Сокол стадионында. Сонымен қоса жақын арада сарай алдылық алаң безендіріледі. Өткен жылдық иллюминациясы қалады, жаңасы қосылады. Билік тұрғындарға жаңа жылдық безендіру ұнайды деп үміттенуде. Бала-шағаның қуаныштарына алаңда жаңа жылдық шыршаның қасына үлкен мұз таушығын жасап қойған. Оған демалыста және мереке күндері барып сырғанауға болады. Қала тұрғындарының және қонақтарының қауіпсіздіктерін қамту мақсатында қаңтардың ортасына дейін республика алаңы көлікпен жүруге жабылатын болады.